Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Назира. Бүгін сіздермен осындай бір керемет бір салаттың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл салатқа бар жоғы осы бір селедка мен 3 жұмыртқа болса болғаны. Селедканы алдын осылай басын, құйрығын кесіп, ішін бәрін тазалап аламын. Басқа жаңа рецепттерімді жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын басып, арнама тіркеліп қойыңыз. Енді кезекте осылай балықтың сыртындағы терісін алып тастайтын боламын. Шетінен алып осылай тарта берсеңіз жақсы алынады екен. Терісін алып осылай тазалаймын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Бұл салаттың аты негізі одесский форшмак дейді ғой. Негізі орыстардың жасайтын салаттары. Осы салаттың рецептісімен сізбен бүгін бөліскім келіп отыр. Өте керемет болып шығады екен. Осы видеода көріп тұрғандарыңыздай ішіндегі сүйегін осылай алып тастайсыздар. Мінекей, мен селедкамды тазалап дайындап алдым. Енді кезекте осы селедканы майда, өте майда етіп, кубик қылып турап аламын. Кейбір кісілер мясорубкадан өткізіп, фарш ретінде де жасап дайындайды екен. Мен олай жасамадым. Маған осылай кубик қылып турап жасаған ұнады. Осылай бәрін турап дайындап аламын. Бір ыдысқа салып. Енді кезекте сосын жұмыртқамды терканың майда жағынан өткіземін. Осылай өткізіп дайындап аламын. Өте бір күшті болып шығады екен. Негізі осылай жасап көріңіз. Мен де бұл салатты бірінші рет жасап жатырмын. Енді жуаны осылай екіге бөліп, өте жұқа жіңішке етіп тураймын. Жарты бөлігін ғана қосамын. Жуан көп болғаны қажет емес. Осылай жақсылап араластырамын. Енді тарелкаға салып, дастарханға қойсаңыздар болады. Осылай бар жоғы бір 5 минутта дайын болатын салат. Осылай жасап көріңіз міндетті түрде. Енді нанның бетіне жағып, қандай бутерброд ұқсатып жейді екен бұны. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Арнамнан алыстамаңыз. Келесі кездескенше амандықта, саулықта болыңыз. Осылай жасап көріңіз, міндетті түрде өте дәмді шығады екен. Негізі ішіндегі ингредиенттер де пайдалы ғой. Сау саламат болыңыз.